Ұлыбританияның Лондон қаласында өткен халықаралық Teenage Global Finals білім сайысына қатысқан өңір оқушылары жүлдемен оралды. Әлемнің 42 елінен 50-ден аса команда қатысқан додада жерлестеріміз ағылшын тілінен өз деңгейі жоғары екенін дәлелдеп қайтты. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген білімді оқушылар бақ сынасқан сайыста оқушыларымыз оза шауып, Қазақстан қоржынына бір алтын, бір күміс, 2 қола медальдар салса, 2 оқушы құрмет грамоталармен марапатталды. Казах приехал в Лондон к англичанам и выиграл там Олимпиаду по английскому языку. Таза ағылшын тілінде өткен сайыста балалар орфография, эссе, нанымды сөйлеу және ашық тест тапсыру бағыттары бойынша сынға түскен еді. Бүгін жеңімпаздарымызды Қазақстан Республикасындағы британдық баспалардың ресми өкілдері болып табылатын Холдинг пен Көкжиек Горизонт баспа үйінің және облыстық білім басқармасы арнайы келіп құттықтады. Мына интернет желісінен бауырымыз Елесов Ихсанның жетістігін көріп, біз жаңағыда өз орнымызда отыра алмадық. Өйткені бұл дегеніміз бір ғана баланың жеңісі емес, бұл ұлттың жеңісі деп ойлауға айтарлықтай үлкен бір жаңағыдай жеңіс деп айтсам болады. Қонақтар жүлдегер 6 оқушыға кітаптар ұсынды. Әрі алтынмен оралған Ихсанға ақшалай сыйлық табыстады. Жарысқа қатысарда қобалжу болды әрине. Біраз дайындалдық. Әйтеуір жеңіске жетеріме сенімім мол еді. Тек бұл жол емес шығар деп ойлаушы едім. Бірақ өздеріңіз көргендей жеңіс тұғырынан көріндік. Өте қуаныштымын. Аталмыш байқауда біздің елден тек бір ғана команда қатысқан көрінеді. Сіздерге осындайды жеңіске жетіңізді қалаймын. Я желаю вам таких же высот и победы. I wish you the same victory and improvement. Bye-bye. Гүлнар Тайжан, Мұхтар Алишев, Аймақ.